Сәлем достар, бүгін мен саңырауқұлақ пен картошка қуырдым. Мынау көктемде жаңадан шыққан саңырауқұлақтар, сондықтан жақсылап жуып, бұл саңырауқұлақтарды бір 30-40 минуттай суға қайнатып пісіріп алуымыз керек. Міне саңырауқұлақтар жақсылап жудым, енді газға қойып қайнатам. Қайнағаннан кейін қақпағын жауып, астын басып қойып қоямыз. Бұл саңырауқұлағымыз пісіп жатқан кезде мен қазір пияз, картошкаларымды аршып, турап, табаға жаңа картошкамды қуырам. Енді мына картошкамызды жұқалап турап жатырым. Жұқалап туралынған картошка жаңа табамызда тез піседі. Енді мен табаның ішінде тұздамаймын. Осы ыдысқа сақтап турап алғаннан кейін, жұқалап турап алғаннан кейін, жаңағы тұзымды, жаңа бұрыштарымды сеуіп, осы ыдыстың ішінде араластырам. Сонда маған ыңғайлы. Тұзбен, бұрышпен араластырған картошкамызды, бірінші пиязымызды қуырып ап, содан кейін барып картошкамды салып қуырамын. Майымыз қызды. Енді қазір жаңағы пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді міне картошканы салып қуырамыз. Мен су құймаймын картошка қуырған кезде. Астын басып қоямын да қақпағын жауып тастаймыз. Өзінің бабымен асты күймей жақсы пісетін болады картошка. Енді саңырауқұлағымызда қазір 40 минуттай мен кастрюльде қайнатып алдым. Енді қазір суытып, сол саңырауқұлағымызды турап, мына табаға қуырамыз. Саңырауқұлақтардың кейбір түрі бар екен, 3 сағат пісетін, еттен көп пісетін саңырауқұлақтар болады екен, суда қайнату керек екен пісіріп. Міне енді саңырауқұлақты қуырып жатырмын. Саңырауқұлақтың өзінің суы көп болады. Сондықтан өзінің суы азайғанша қуырып алып, содан кейін барып сливка қосамыз. Егерде сливка жоқ болатын болса, кәдімгі майдың өзімен кішкене су құйып, тұштырып пісіру керек. Сливкасы де татылғанша кішкене газда пісіруіміз керек. Енді 10 минуттай піседі ғой, тағы да табаның ішінде. Енді міне піскен саңырауқұлағымызды жаңағы табада піскен картошкамыздың үстіне саламыз. Енді ұнаса лайктарыңызды қойыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар, қолдау білдіріңіздер, және комментария жазыңыздар.